Бейнамаз адам мұсылман ба кәфір ма десе, біз айтамыз, бейнамаз адам мұсылман, егер ол өзін мұсылманмын деп санайтын болса дейміз. Бірақ бұл сөзімізбенен сіздер намаз оқымасаңыздар бола береді деген сөзді айтпаймыз ағайындар. Өйткені бір уақыт намазды тастасаңыз 80 мың жыл азап бар. Осы дүниеде ана қылмыскерлер кейде оларды соттайды 19-20 жылға. Әсіресе 20 жасар балдар сотталса, өте өкініш болады да. Өйткені ол жастайынан кетті да, 20 жасында кетті, 40 жасында шығады да, ол кәртейіп шығады ол. Оған енді қыздар да тұрмысқа шықпайды. Түрмеде отырып келген білсе жоламайды біреу. Жұмысқа да алмайды оны біреу. Қараңыз, екінші сотқа айналып қалады да ол. Енді осы адамдар, егер осы 20 жыл түрмеде отырмайсың, сен үйіңдегі барша нәрсеңді сат, ана үйіңді сат, ақшасын әкеп бер десе, не істейді ол? Үйіндегі бәрша нәрсесін сатады, үйінде сатады, ақшасын апарып береді 20 жылдан шығу үшін. Бұл 20 жыл дегені ол дозақтың азабы емес ағайындар. Дозақтың азабы деген өте ауыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямет күнінде дозақ әхлінен болған, бірақ мына дүниеде ең бақытты адамдардан болған адамды әкеліп дозаққа бір салып шығарып дейді. Мен саған дүниеде қандай нығмет бердім, мен саған дүниеде қандай нығметтің жанынан сен өттің десе, маған сен дүниеде ешқандай жақсылық берген жоқсың дейді. Мен ешқандай нығмет жақсылықтың жанынан өткен жоқпын дейді. Бір салып шығару. Енді бір намазға 80 жыл азап болатын болса қалай болады? Сол себептен біз ешқашан айтқан жоқпыз, намаз оқымасаң да бола береді деген сөзді айтқан жоқпыз біз оны. Өйткені ертең қияметте соны естіген біздің осы жердегі жамаатымыздан бір адам естісе, намаз оқымаған адамда мұсылман деген сөзімізді естіп алып, оның түсінігінде намаз оқымаса да бола береді екен деген түсінік қалыптасатын болса, ертең қияметте айтады, әбсаттар, сен анау Ақтауға бардың, Ақтауда сонша көпшіліктің алдына шығып, біз намаз оқымайтындарды мұсылман деп айтамыз дедің. Сосын мен намаз оқыған жоқпын. Міне енді дозақта күйіп жатырмын. Енді сен де менімен бірге дозақта күй. Сен қалай дозақтан құтылып кетесің осы сөзді айтып? Мен дозақта жануым керек. Деп қоюға ол лайық па, лайық емес па? Ақысы бар ма, жоқ па? Маған бір күн айтады, Абдығаппар деген інім сіздерге уағыз қылып тұрады ғой кейде. Соны Абдығаппар деген інім айтады. Сен де Абдығаппар деген інің дейді, бізді 5 рет дозаққа кіргізіп шығарды дейді. Енді қатты айтты дейді, деген сөзді айтып жатыр дедім ол. Мен айттым, біз дедім, сіздерге дедім, жеңіл айтамыз дедім. Сосын сіз дедім, сол біз жеңіл айтқанымызды естіп, сіздер дедім, дозаққа кіріп кеткендеріңіз жақсы ма? Жоқ, оның қатты айтқандарын естіп, амал қылып жәннатқа кіргеніңіз дұрыс па? Мақсат не өзі? Алла Тағаланың разылығына немен жетеміз? Алла Субхану Тағала разылығына Алла Тағала бұйырған амалдарды орындап, тыйған амалдардан тыюмен жетеміз.